Үндістанның TAT атты электрокөлік өндіруші компаниясы нарыққа қол жетімді сапа мен баға форматындағы электромобиль нұсқасын шығармақ. Tiago EV деп аталатын жаңа модель $10,000 тұрады. Аккумулятор жабдықтарының қымбатшылығы тұсында аталған баға нарықтағы ең төменгілердің бірі болып саналады. 19,2 киловатт сағаттық батареямен жабдықталған көлік толық қуатпен 320 километрге дейін бағындыруға қауқарлы. Онымен бірге көлікке басқару панеліндегі сенсорлар, артқы камералар, мультимедиалық жүйе және жетілдірілген тежегіш жүйесі орнатылған электромобиль 3 нұсқада сатылады. Ең қымбат нұсқасы $14,000 бағаланды. Әзірге жаңа көлік Үндістанның нарығында ғана сатылады. 2023 жылдан бастап өзге елдерге шығарылады деген жоспар бар. Фантастикалық фильмдегі роботтар енді шын өмірде, мысалы қос аяқты Кейси роботты, түйеқұсқа ұқсас құлтемірдің иілген екі аяғы бар. Онымен ақылды құрылғы жүріп қана қоймай, жүгіріп рекорд орнатты. Анығын айтсақ, жақында Agility Robotics компаниясының туындысы кезекті тест режимінде 100 метр қашықтықты небәрі 24,73 секундта бағындырды. Аталған көрсеткіш Гиннестің рекордтар кітабына енді. Робот 2017 жылы Орегон университетінің мамандарының қолдауымен құрастырылған. Сол кезден бері әзірлеушілер оны жетілдіру үшін көп күшін сарп етті. 2021 жылы Кейси 5000 метрлік жарысқа қатысып 53 минутта финишке жетті. Бүгінгі рекордқа жету үшін Кейси құлтемірі түбегейлі өзгеріске ұшырады. Роботтың қозғалыс механикасы қайта қаралды. Осы процестің әрқайсысы үшін екі бөлек нейрондық желі жауап береді. Оларды бір-бірін толықтыра отыра бірге жұмыс істеуге үйрету қажет болды. Нәтижесінде инженерлер қауымы қанша жылдық еңбектің жемісін көріп отыр. Yamaha басқа жапондық компаниялар сияқты өзінің өндіріс желісін арттырып, төл өнімдерінің ауқымын кеңейтеді. Жаңа өнер табыс ретінде 50 келі тартатын жүкті тасымалдауға қабілетті Phaser RG2 ұшқышсыз басқарылатын ұшу аппаратының жаңартылған нұсқасын ұсынып отыр. Соңғы үлгідегі техникада тірек бұрандасы 1,5 метрге дейін көтерілген, бұл алдыңғысынан 30 сантиметрге көп. Сонымен қатар әзірлеушілер стартаптың камералары мен батареясының салмағын төмендетіп, жанармай багының сыйымдылығын барынша оңтайландырды. Нәтижесінде тасымалдау мүмкіндіктері жоғарылады, яки жеткізілетін жүктің салмағы 15 келіге артты. Енді Phaser RG2 құрылыс алаңдарына сынақтан өтуі тиіс. Осы арқылы іс жүзінде ауыр жүктерді қиын таулы аймақтарға жеткізу деңгейі бағаланбақ. Жоспарға сай, ұшқышсыз тікұшақ Кобе қаласында өтетін халықаралық көрмеде таныстырылады.